Сәлем оқырмандар, бүгін мен сіздерге қазақи үлгідегі бесік жасап көрсететін боламын. Екі шетін мен бірін кесіп қатырып қойдым. Оны бүгінгі жайған мастикаға жабыстырамыз. Және де шпажкамызды да дайындап, сары мастикаменен орап шығамыз. Сол шпажка арқылы біз бесікті біріктіріп жабыстыратын боламыз. Мінекей осылай. Сол кезде бесігіміз бірігіп, бір-бірін ұстап жабысып тұратын болады. Сосын астыңғы бөліктеріне, асты көрінбеу үшін мастиканы жабыстырамыз осылай. Екі шетіне жабыстырып шығамыз. Ішіне жастығымызды жасап, клейлеп, оны да жабыстырамыз. Содан соң сәбидің үстіне осындай кішкене ғана одеялымызды жабыстырамыз. Ең маңыздысы, сыртына екі шетіне осылай мастиканы кесіп, жабыстырып шығамыз. Содан соң керекті оюларды ойып шығарып жабыстырамыз.